Сәлем баршаңызға, бүгін өте дәмді жұп-жұмсақ болып шығатын эклери жасаймыз. Бізге қажет заттар: ұн, май, су, жұмыртқа. Суды отқа қойып, шым-шым тұз саламыз, қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң май салып араластырып тұрамыз. Майымыз еріп, сумен араласу қажет. Май ерген соң оттың астын басып, ұнды ақырындап қосамыз. Осылай араластырып тұрып қосу қажет. Осындай қамырымыздың астында бізде пленка пайда болады. Соған дейін араластырып тұрамыз. Оттың астын өшіріп, қамырымызды суытып, жұмыртқаларды біртіндеп салып араластырамыз. Дайын қамырымызды кондитер қалташасына саламыз. Формаға пергамент қағазын қойып, қамырымызды орналастырамыз. Егер сізде кондитер қалташасы жоқ болса, қасықпен салсаңыз болады. Суға малып отырып саласыз. Видеодағыдай етіп орналастырып, 180 градуста пісіріп аламыз. Кремін жасаймыз. Клейгей, маскарпон немесе творожный сыр қоссаңыз болады. Және қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіртеміз. Бізде осындай формасын ұстап тұратын крем шығу қажет. Піскен эклерімізді суытып, ішіне крем салып шығамыз. Видеодағыдай етіп салсаңыздар болады. Кондитерлік қалташаға насадканы орналастырып, крем саласыз. Біздің эклеріміз дайын болды. Осылай қант ұнтағын сеуіп, қалауыңызша сәндесеңіз болады. Өте дәмді жұп-жұмсақ эклери шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел.